Құрметті оқушылар, бүгін біз 11 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары, яғни жаратылыстану математикалық бағыт және қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша талдау жұмыстарын жүргізетін боламыз. Бізде бұнда 5 тапсырма берілген. Алдымызда тексерілетін мақсат, яғни бөлім бізде саяси құқықтық процестер, ойлау дағдылар деңгейлері, тапсырма түрлері, орындалу уақыты және балл жалпы жинау шәкіл саны 30 балл құрайды. Бірінші тапсырмада Қазақстан этникалық құрамының өзгеру үрдісіне қатысты бар ұғымдар мағынасын түсіндіретін боламыз. Ұғымдар және мағынасын жазамыз. Екінші тапсырмада дерек көздерді пайдалана отырып Қазақстанда халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттейтін боламыз. Үшінші тапсырмада Қазақстан Республикалық көші-қон саясатының 2017-2021 жылдарға арналған тұжырымдамасына сүйене отырып, көші-қон саясатының негізгі бағыттарын түсіндіреміз, мысал келтіреміз. Төртінші тапсырма берілген ақпаратты және өз білімімізді қолданып, ұлтаралық және конфессияаралық келісім Қазақстан үлгісін бағалайтын боламыз. Және бесінші тапсырмада Қазақстан Халық Ассамблеясының рөлін сипаттап, ойды жалғастыратын боламыз. Ал енді құрметті оқушылар, бізде ол бірінші тапсырма бойынша талдау бастасақ, Қазақстан этникалық құрамының өзгеру үрдісіне қатысты бар ұғымдар мағынасын түсіндірейік. Ұғымдар бірінші аграрлық саясат, мағынасы ауыл шаруашылығы мен бүкіл аграрлық өнеркәсіптік комплексті әлеуметтік экономикалық тұрғыда ұдайы дамытуды қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы. Көші-қон саясаты адамдардың тұрғылықты мекенін әртүрлі себептермен басқа жерге қоныс аудару көшіп-қонуы, мұны этностық ұран, этностың тарихи қалыптасқан этникалық аумағында құрылған және оның егемендігі іске асыратын мемлекет, халықтар депортациясы, мемлекеттен тұлғаны мәжбүрлеп шығару, интернационализм бұл елдің халықаралық ынтымағы барлық ұлттардың теңдігін мойындау деген мағынаны береді. Екінші тапсырмада дерек көздерді пайдалана отырып, Қазақстанда халықтың этникалық құрамын өзгерту кезеңдерін зерттейік. Бірінші тарихи оқиғалар, үш кезең, үш кезеңді келтіреміз. Мұнда бірінші кезең Қазақстанға халықтарды күштеп депортациялау, екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында және соғыс жылдарында Қазақстанға жер аударылған корей, шешен, ингуш, түрік, балғар, қырым татарлар және басқа халықтар болды. Себептері екінші дүниежүзілік соғыс кезінде гитлерлік әскери режимге жәрдемдестігі деген сылтау болды. Мысалы, КСРО-ның Ұлттар кеңесі мен большевик компартияның орталық комитетінің 1937 жылғы 21 тамыздағы қаулысына қиыр шығыс дәрістерін қоныстан аудару өлкеге жапон тыңшылар өткізбеу мақсатында жүргізіліп, жапон тыңшылары деген желеумен жер аударылып сенімді халық деліп танылады. Салдары Қазақстан көп ұлтты мемлекетке айналды. Өз елінде 1969 жылы сынақта 29% құрады. Ұлттық тіл, дәстүр, менталитет жойыла бастады. Ұлттық мектептер жабылды. Қазақ тілінде ақпарат алу көзі әлсіреді. Екінші кезеңде, мұнда соғыс кезінде тылда еңбек ету үшін халықты әдейлеп қоныс аудару еңбек армиясында еріксіз еңбек ету және басқа да айла түстер қолданылды. Және екінші кезеңде себептерінде соғыс кезеңіндегі еңбек армиясы болмаса да арзан және міндетті еңбек күшті ретінде жер ауып келгендер басқа да осы сияқты адамдармен қатар бұрынғыша халық шаруашылығына мобилизациямен тартылатын болды. Үшінші кезеңде Қазақстанда 1954-60 жылдары 25,5 миллион гектардың және тыңайған жерлер жыртылды. Соның 17 миллионы Қостанай, Селинград, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Көкшетау облысының аумағында болды. Егер оны ауғаны еліміздің басқа да аймақтарын электр ауқымына олардың саны 2 миллион болды, оны біз білеміз, құрметті оқушылар. Міне алдарында сол депортацияланған халықтар бейнеленіп тұр. Қазақстан халық депортациялауы, алдында бұл әрине біз тың игерушілігінде жаңа біз айтып кеткен 2 миллион халықтар саны белгіленіп тұр. Енді үшінші тапсырмада Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2017-2021 жылдарға арналған тұжырымдамасына сүйене отырып, көші-қон саясатының негізгі бағыттарын түсіндіреміз, мысал келтіреміз. Бірінші, сыртқы көші-қон процесін басқару дегеніміз шетелдік мамандарды тарту, Қазақстанға жұмыс істеуге келген адамдарды орналастыру, мысалы жақсы маман кадрларды маман тапшы аймақтарға жұмысқа орналастырып жатыр. Екінші, этникалық қазақтардың тарихи отанына оралуы, бұл Қытайда, Моңғолияда, Ресейде тұратын қазақтардың елге оралуына байланысты мәселелер, мысалы отанына оралған азаматтарға мемлекет тарапынан жақсы қолдау көрсетіп отыр, ол қазір де жалғасып отыр, құрметті оқушылар. Үшінші, ішкі көші-қон процестерінің реттелуіне жатады. Қазақстан өз ішіндегі көші-қон мәселелері жатады. Мысалы, серпін бағдарламасы арқылы аз қоныстанған аймақтарда жұмыс күшін жетіспеушілігі жою үшін тығыз қоныс аймақтар адамды қоныстандыру. Әсіресе бізде қазір білесіздер, солтүстік Қазақстанда сол бағыт жүргізіліп жатыр, саясат. Төртінші, берілген ақпарат және өз білімімізді қолданып ұлтаралық және конфессияаралық келісім Қазақстандық үлгісін бағалаңыз. Бұнда саясаттың артықшылықтары,
Бірінші, қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық, тұтас ұлтты қалыптастыру, жалпы ұлттық патриотизмді қалыптастыру, саясаттың кемшіліктері, қоғамда демократияның белгісіз оппозиционный әлсіздігі, қазақ ұлтының басқа ұлттармен бірігіп кетуі, ұлттық қабілеттің жойылуы, сыбайлас жемқорлықтың кең қанат жайылуы. Қорытынды ой: жалпы мемлекеттің ұстанған бағыты мен саясаты өте дұрыс, алайда заңның шынайы үстемдігін орнату әлі де көп күш жұмсауды қажет етеді. Құрметті оқушылар, 5. Қазақстан халық ассамблеясының рөлін сипаттайтын ойды жалғастырыңыз. Халық бірлігін нығайту қазақстандық қоғамның негізгі қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамытуда. 1. Халық бірлігін нығайту қазақстандық қоғамның негізгі қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамытуда көптеген шаралар жүзеге асырылуда. Мысалы, әртүрлі жалпы ұлттық мерекелердің болуы, ұлттық мәдени орталықтардың жұмысы, достық үйлері белсенді жұмыс атқаруда, әрбір ұлттың ұлттық мерекелерін атап өтілу үшін де жақсы жағдай қарастырылған. 2. Мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуде. Мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуде жат діни ұғымдардың енуіне жол бермеген дейді, әлемдік діндердің съезін өткізуге көмектесуде. Міне, құрметті оқушылар, біз бәрін талдап болдық. Қандай бір сұрақ болса жазыңыздар, мен әр уақытта сұрақ жауап беруге дайынмын. Алдарында сынақта тұрған сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар, құрметті оқушылар.